Алматы облысы Панфилов ауданы Сартөбе ауылдық кітапханасы назарларыңызға Алтын Орданың 750 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған видео слайдты назарларыңызға ұсынады. Алтын Орда көп ұлтты мемлекет, оның құрамына бір-бірінен қоғамдық экономикалық даму деңгейі жағынан айырмашылығы бар өзіндік мәдениеті мен салт-дәстүрлері сақталған көптеген ұлттар мен халықтар кірді. Көшпелілер негізінен түркі халықтары, ең көбі қыпшақтар, сондай-ақ қаңлылар, наймандар және тағы басқалар болды. Отырықшылардан бұлғарлар, марвалдар, орыстар, черкестер, хорезмдіктер тағы басқа кірді. Мұнда моңғолдар азшылық болды. 13 ғасырдың аяғы мен 15 ғасырда моңғолдар толығымен түркіленіп, Алтын Орданың халқы татарлар деген атау алды. Алтын Орданың қоғамдық құрылысы. Алтын Орда мемлекетінің құрылысы толығымен Шыңғыс хан енгізген мемлекет үлгісін қайталады. Мемлекет Жошы хан әулетінің меншігі болып саналды. Маңызды мемлекеттік істі шешу үшін билік басындағы әулет мүшелері бастаған ақсүйектер жиналысы құрылтай шақырылды. Армияны және өзге мемлекеттермен дипломатиялық қатынастарды Бешберг басқарды. Қаржы алым-салық мәселесін мемлекеттің ішкі істерін жүргізген орталық атқарушы орган диванның басында уәзір тұрды. Қалалар мен бағынышты ұлыстардан алым-салық сыбаға жинау міндетін атқаратын таргуттар баскактар тағайындалды. Хан отбасының мүшелері маңызды қызметтер атқарды. Ірі нояндар, бектер, әмірлер, баһадүрлер мен мыңдық жүздіктерді басқаратын әскер басылар болып сайланды. Алтын Орда жаулап алынған жер мен халықтарды басқару үшін ұлыс жүйесі енгізілді. Батый хан тұсында Жошы ұлысында екіге, оң жақ және сол қанатқа негізінен екі мемлекетке бөліну процесі жүргізілді.